Ассаляму алейкум, урметлі серджілер, бұл UA TV студияда Украина хаберлері бүгін июльнің учу чаршанбе күні. Бұл сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф әтмеге азырмыз. Русияда қанунсыз сүреті махкум етілген Украин фали Володимир Балухны жаза изоляторындан ода типі камераға авуштырajaq олалар. Боқта Қырым ақ ұқуқ құруйжы группасы адвокат Ольга Динзеге атфы етіп білдірді. Кеченлерде отары жоқ шеріндегі жазаханеде Балухны зерет етті. Оның айтқанына көре жазахане мудиреті Балухны көтсүниетлі бір жинайетші деп сайханы үшін бұки бұчарелеріні көрежек олам. Ода типі камера бақу шартлары да зияде қатты олған ердір. Анда ашайтмаларындан ғайры шахси шейлер алынмас. Русия федераль телекөсізлік қызметі хадимлері Володимир Балухны 2016 сенесі яқалады. Қырым махкемесі оны сақтеве уйдурма қабатлардан қарарнен 5 ел апеш жазасына махкум етті. Қырым сәкені патронлар сақланмасынен ве тевқив хане реберіне урувынен әсассыз қабатланылды. Балухның имаясы ве ұқуқ құройжылар о Украина тарафдары олғанындан себеп репрессиялар құрбаны олды деп тұшыне. Украинадагы парламент сайлауларыны 135 бин канун құройжақ. Бұл ақта ички ишлер назарлегінде білдірділер. Хабер етілгеніне көре сайлав алды компаниясының башындан сайлав кануны бозылмасы ақында 1663 шекаят олған. 285 протокол тізілген. Ән чоқ бозулар Запорижье вилаятында қайд етілді. Ән аз Львив, Хмельницк ве Тернопіль вилаятлерінде. На сегодняшний день. Бүгінге қадар қанунсыз тешвиқат yapılması hakkında 1262 bozuvunu kaydettik. 138 saylaycılarını satın aluf, ama bu evvelki sayılarga bakkanda azcadır. Saylaf hakkında maniyalar 50, yaramazlık 41. Украин тілі үшін күрешчі Львив сәкені Святослав Литинский еді елді вамында фуаль тарызда Украина тілінің ақыларына қорчалай. О рус тілінді сайфасы олмаған ички паспортны алған ilk Украиндар. Ичнеби шіркетлердің техниканың Украина тіліне белгенелемесіне ерішті. Яқынларда есе бір қач вилаятты мынтақави тіл статусының ләғу етілмесі ақында давана қазанды. Тәфсілатлыжы невбетті келевхамызда. Здається, що перший суд винен. Bu mahkeme birinci oturuş menin pasportıma dair olsa gerek. O zaman bana onu Ukrayna tilinde doldurmağa istemediler, reddettiler. Святослав üçün мемори махкеменің бинасы туған ки болды. Демек мүмкін. Еллар жотырышларға келеве Украин тілі ақларының бозылувларына итираз білдірем. Ойынды бір чоқ даваны қазанды. Шу жүмледен паспорт давасыды. Фаль мәлуматны рус тіліне тәржеме етмеден весе канал маға аққыны қорчалады. Але вже в 15-му році. 2015 senesi yangi pasportını aldım. O vakit ikinci til insanının saylalımının olması talap etken kanun çoktan bariliydi. Bana biraz havraplanğan vesikanı değiştirmek gerek edi. Ama bana yok, biz sizge mutlak Rus tilinde yazarmız dediler. Mahkemede dava açtım. Karar men aklı olğanımını isbatladı. Яқынларда Святослав яны devlet тілі қанунына көре мақбул олмаған деп сайылған. Мынтақави тіллерінің ләғу етілмесі оғырында көрешіні башлады. Biz mıntakavi til kabul etilgen şuralarının cedvelini topladık ve onlarga talamına be yazdık. Sizden özünüz lağu etilgeninizni isteyim, çünkü kararınız anayasaga zıt kele. Kanun ise anayasaga karşı. Bazı şuralar cevap verdi, diğerleri asiret lağu etmege istemedi. Şunun için prokuraturaga müracaat ettik. 2019 senesi mahkeme Lviv сәкенінің Харьков вилаятында рус тілінің мынтақави статусындан марум етмеге талабыны қанайтлендірді. Майыс айында есе Днепро, Херсон ве Донецк вилаятларыне дайыр айны қарарлар қабыл етілді. Існування таких Şehir şuralarının bu gibi kararlarını onlarga hukuki aklar vermege ve sesiyalarda ecnebi tilde çıkışlar yapmağa izin bereydi. Bu anayasının 10. maddesinin bozuluvu bugünde böyle aklar lağu ettildi. Onlar vesikalarını ve çıkışlarını Ukrayn tilinde yapmak gerekler, bunu anayasa talap etti.
Туфган тілінің популяштырылуын литинский мемлекетінің тышында да оғарышымаға қарар алды. Hewlett Packard ноутбукларында Украин клавиатурасы олмасына ерішті. Бұның елі Украин тіліне Volkswagen мультимедиа системаларының сеслендірілуіне, чамашыр машиналары авиа, маса фурунларының яны білгелеріні LG ве Samsung N-Buyuk электроник исесалжылары да yapmaға мечбур oldu. У 2012 році був 2012 сенесі тіл қадуны қабул етілген сон ершей болшыланды. Мен анда F техникасыны yazılar Украин тілінде керек олмаса қында мадде таптым. Мен чамашыр машинасыны сатын алдым, анда исе ершей ежнеби тілде yazılған. Мен оны деңіштірілмесіні істедім, маңа редеттілер. Махкемеде дава аштым, 1,5 ел девам етті, нәтижеде ғалебе қазандым. Файлның мақсады Украинаның бұтын вилаятларында мынтақави тіллерінің ләғу етілмесіне ерішмектір. Шыны үшін бүгінде ояны давалар азарламақта. Сибирье 2019 халқара тәлемлері көзетілі. Русия Федерациясының арби гемелері НАТО гемелеріні незарет етті. Касимо Сувалты гемесіне қаршы күчік гемеве пытлывы деврия гемесі Қараденіз акваториясында бұлынып, Британияның Дункан эскадрон мина ташичысы ве Канаданың Торонто фрегатыны көзеті. Сибирье 2019 халқара тәлемлерінде 19 мемлекеттен учбен арбей 32 геме ве 24 учақ иштирак еті. Авропа парламенті президенті Италиядан социалистлер ве демократлар альянсы бірлігінің темсілжесі Давид Сассоли олды. Авропа шурасы парламент ассамблеясында рейбер альянсон Оберден Антония Таяни еріне рейс вазифесіне башлады. Парламент башы тек екінші турда сайланды. Бірінші турда ғалебесі үшін едіре етмеді. Сиясетнен оғырашмаға башламаздан евел Давид Сассоли Италия телевизионында журналист оларақ çalıştı. 2009 сенесі демократия фрақадан Авропа парламентіне сайланды. Бүтін дүния полиэтилен пакетлерден рет ету в халқара күнуны қайдеті. Бір чоқ мемлекетті фаалер полиэтиленнен құланмақтан рет етмекні яда ич олмады оның сынырланмасыны талап етіп наразылық акциялар өткере. Бүгінде әнді дүнияның 33 мемлекетінде оларының құланылмасы ясақ етілген. Мисал оларақ Кенияда бозуcılar 4 ел апиш жазасына махкум етіле біле яда $19,000 веда зияде пара жазасы. Жүнеби Африка Жумхуриятында есе пакетлер сатылуы үшін 10 ел апиш жазасы. Фақат чоқысы мемлекетлерде полиэтиленнен құланмаға тек қысмен ясақ. Дүнияның ән юксек биналарындан бірі Торонтодаки Сен Тауэр телевизион құлесі сары мавы ве қырмызы бейаз туснен парылдады. Украина ве Канада байрақларының туслеріні ақшам саат 9-дан башлап, тан атқанже көрмек мүмкін еді. Иллюминация бұл күнлерде Украина слятлары дестігіне Торонтода кечірілген конференция мұнасибеті еле яқылды. Бір чок кечеже мақсус тоқтап селфи ве видеолар чекеді. Сен Тауэр Торонтоның тимсаледір ве. Бұның әлі дүнияның ән юксек биналарындан бірі ола. Оның юксеклігі 500 метрден зиядедір. Білгеніме көре маву туз, букок, сары, боғдай. Мен бұтын ренклеріні көрмеге істейдім. Аманда пека сары туз олғаныны көрем. Біраз озылдым. Керчектен айтсам, Украина қында аз білем. Бір заманлары паркта өткерілген бір тедбірде болындым, анда Украина ерларыны ешіттім. Пек ажайып еді. Бір шей аңыламадым, амма нағмелер ойле güzelеді. Үрметлі серджилер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамыз еді, да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз ярынға қадар көрішкенде.